Қайырлы күн әріптестер. Менің есімім Айтбек Данагүл Айдарбекқызы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз азот қышқылы құрылымы, алынуы және қасиеттері. Ең алдымен үй жұмысын еске түсіріп жіберсек. Яғни бұл жерде ақиқат жалған әдісі арқылы үй жұмысын орындаймыз. Азот екінші периодтың 5-ші топтың негізгі топша элементі. Ақиқат: аммиак ауадан ауыр газ. Жалған: азот көлемі бойынша ауаның 21%-ын құрайды. Жалған: N2O, NO2 тұз түзбейтін оксидтер. Ақиқат: аммиак өндірісінде габер синтезі арқылы алынады. Ақиқат: азот грекше өмірді қуаттамайды дегенді білдіреді. Жалған: азоттың маңызды қосылыстары сульфаттар. Жалған. Бүгінгі оқу мақсатында азот қышқылының молекулалық формулаларын білу және химиялық байланыстарды түсіндіру, азоттан азот қышқылын алудың реакция теңдеуін құрастыру және азот қышқылының басқа қышқылдармен жалпы ортақ қасиеттерін зерттейтін боламыз. Ең алдымен азот қышқылы туралы видеоролик көріп жерсек. Азот қышқылы қолдану мен қасиеттер құпиясы. Сіз білесіз бе, химия әлемінде күшті тотықтырғыш ретінде танылған азот қышқылы ерекше қасиеттерге ие. Бұл өткір иісті, түссіз сұйықтық 42 градуста қатайып, мөлдір кристалға айналады. Сондай-ақ ауамен әрекеттесіп түтін түзеді, бұл оны нағыз химиялық ерекше етеді. Азот қышқылы тұрақсыз және жарыққа өте сезімтал. Азоттың тотығу дәрежесі 5 болғандықтан ол белсенді заттармен химиялық реакцияға оңай кіреді. Күшті тотықтырғыш болуы оны әр түрлі өндірісте таптырмас шикізатқа айналдырды, бұл оның тағы бір ерекшелігі. Азот қышқылы түрлі салада қолданыс табады. Бояулар өндірісін, дәрі-дәрмек дайындауды, жарғыш заттар мен тыңайтқыш жасауды елестетіп көріңіз, ол осының бәрінде маңызды рөл атқарады. Өмірдегі негізгі қажеттіліктерімізді қамтамасыз ететін осы қышқылдың химиядағы орны ерекше. Азот қышқылының қасиеттерін түсіну оның өндірістегі немесе зерттеулердегі маңызды қолданыстарын ұғынуға жол ашады. Бұл химия әлеміне қызығатын әрбір оқушы үшін таптырмас тақырып. Химиялық құпияларды зерттей отырып, азот қышқылының әсерлі күрделі табиғатын тереңірек түсіне аласыз. Молекулалар құрылымына тоқталатын болсақ, мен бұл жерде PET платформасын қолдандым. Ең алдымен біз азоттың 1 молекуласын, оттектің 3 молекуласын алсақ, және де сутектің 1 молекуласын алсақ, бізде азот қышқылы пайда болады. Ал оның 3D формуласы бізде осылай. Азоттың физикалық қасиеттері: түссіз сұйықтық, өткір иісті, ауада түтінденеді. Тығыздығы 1,51 грамм/сантиметр куб. Тарихтан сыр: Нобель сыйлығын құтқару. 1940 жылы нацистік Германия Данияны басып алғанда физик Нильс Бор мен химик Дерде Хевеши әріптестерінің Нобель алтын металдарын жасыру қажет болды. Алтынды жасыру мүмкін емес деп көрінді, бірақ олар химиялық қулыққа барды. Олар металдарды патша сұйықтығында ертіп жіберді. Яғни бұл сұйықтықта тұз қышқылы мен азот қышқылының 1:3 қатынасындай қоспасы еді. Азот қышқылын 3 негізгі сатыда аламыз. Бірінші сатысында аммиакты тотықтыру арқылы, аммиакқа оттегін қосу арқылы NO эквивалентті оксидін және де су түзіледі. Екінші, азот оксидін әрі қарай тотықтыру арқылы біз NO2-ні аламыз. Әрі қарай NO2-ні тотықтыру арқылы біз сумен абсорбциялау арқылы таза азот қышқылын алады екенбіз. Келесі зертханалық жұмыс. Ең алдымен зертханалық жұмысты бастамас бұрын қауіпсіздік ережелерін еске түсірсек. Азот қышқылы өте күйдіргіш зат, теріге тисе сары дақ қалдырады және күйдіреді. Егер теріге тисе, тез арада жуу керек және де натрий ас содасының ертіндісімен бейтараптауымыз керек. 13-ші зертханалық тәжірибе. Азот қышқылының басқа қышқылдармен ортақ қасиеттері. Бізге керекті құрал жабдықтар: сынауықтар, тұрғы және де амебак индикатор. Реактивтер: HNO3 азот қышқылының ертіндісі, купрум оксиді және де кальций гидроксиді және натрий карбонаты қажет. Осы тәжірибеде индикаторға әсерін зерттейтін боламыз. Ең алдымен азот қышқылын сынауыққа кішкене құямыз. Оның үстіне лакмус ертіндісін құямыз. Байқасаңыздар, бізде pH ортасы қызыл түске енеді. Яғни қызыл түс бізде қышқылдық ортаны көрсетеді.
Химиялық қасиеттері бойынша ең алдымен азот қышқылын мыс оксидімен әрекеттестіреміз. Яғни бұл жерде бізде мыс нитраты және де H2O түзіледі. Келесі тәжірибеде азот қышқылын кальций гидроксидімен әрекеттестіретін боламыз. Бұл жерде бізде кальций нитраты және де су түзіледі. Ал келесі тәжірибеде азот қышқылын натрий карбонатымен әрекеттестіреміз. Бұл жерде бізде натрий нитраты, су және де CO2 газы бөлінеді. Келесі тәжірибеде мыстың күшті тотықтырғыш қасиетін көретін боламыз. Яғни біз мысқа кішкене азот қышқылын құятын боламыз. Бұл жерде бізде реакция барысында купрум нитраты және де NO2 және де H2O бөлінеді. Байқап қарасаңыздар, NO2 деген бізде газ, қоңыр түсті газ бөлініп шығуда. Бұл бізде азот қышқылына сапалық реакция болып табылады. Азот қышқылының басқа қышқылдармен ортақ қасиетін көретін болсақ, индикатор түсін өзгертеді, негіздермен әрекеттеседі, негіздік оксидтермен әрекеттеседі, әлсіз қышқыл тұздармен әрекеттеседі. Қолданылуы өндірісте, яғни тыңайтқыштар ретінде, аммиак селитрасы, жарылғыш заттар ретінде, медицинада, бояғыштарда және де металлургияда қолданылады. Келесі тапсырмаларға көз жүгіртсек, яғни бұл тапсырмада мына өзгерістерді жүзеге асыруға болатын реакция теңдеулерін жазатын боламыз. Аммиактан, азоттан аммиакты алу, аммиактың тотығуы, азот еквалентті оксидінің тотығуы және азот 4 валентті оксидінен азот қышқылын алу реакциялары көрсетілген. Келесі жеке жұмыста азот қышқылының формуласын жазады, күн сәулесінің әсеріне ыдырау реакциясын жазады, реакцияларды аяқтап теңестіретін болады, лакмустағы тұсын таңдайды және азот қышқылындағы азоттың тотығу дәрежесі көрсететін болады. Яғни дескрипторға келетін болсақ, азот қышқылының формуласын жазады 1 балл, азот әрбір дұрыс жазылған реакция үшін 1 балл, лакмустағы тұсын көрсетеді 1 балл, азот қышқылындағы азоттың тотығу дәрежесін анықтайды 1 балл, жалпы 6 балл. Жеке жұмыстың дұрыс жауаптары, яғни балалар бұл жерде өз-өздерін тексеріп бағалайтын болады. Үй тапсырмасы оқулық бойынша параграф 34-35, 172 бет, номері 1 тапсырма В деңгейлі. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.